Бүгін мен сізден Canva жасанды интеллект құралдарымен бөлісемін және қазақ тілі сабағымен интеграциялауды үйретемін. Сәлеметсіздер ме әріптестер? Бүгінгі жұмысым қазақ тілі сабағында 5E моделін Canva платформасындағы жасанды интеллект функцияларын пайдаланып ойындармен байланыстыруды көрсететін боламын. Ұсынылып отырған жұмысымның өзектілігі қазіргі білім беру үдерісінде цифрлық технологиялар мен ойын элементтерін қолдану оқушылардың пәнге қызығушылығын арттырудың тиімді жолы болып табылады. Осы тұрғыда 5E оқыту моделін Canva платформасындағы интерактивті ойындармен үйлестіру қазақ тіл сабағының мазмұнын жаңғыртып, оқушының белсенді оқу әрекетін қалыптастырады. Өзінің информатика сабағында оқушыларды қазақ тілі пәнімен интеграциялауды ойластырып жатқанда, осы кезде Canva платформасындағы жасанды интеллект функциясы көмекке келеді. Көріп отырғандағыдай, мен Canva платформасындағы жасанды интеллект функциясынан арқан тартыс ойынын жасадым. Зат есім тақырыбына. Бұл жерде код арқылы өзі тез жазып шығады, дайындап береді. Бұл жерде интерактивті ойын дайындап береді, мен балаларға ұсынып отырамын. Тиімділігі біріншіден топтағы барлық оқушылар қатысады, белсене қатысады, оқушылардың қызығушылығы арттырады. Үшіншіден, мұғалімдерге бұл платформа тегін қолжетімді болып табылады. Бұл кезеңде мен сайт жасай бастадым. Canva платформасында осы жасанды интеллект құралын пайдалану Canva деген бөлімін арқылы промпт жазамын. Промпт дегеніміз өзімізге керекті сұраныс. Осылай жазамын: қазақ тілі пәнінен сан есім тақырыбына сайт жасап бер. Ол теориялық бөлімнен, практикалық жаттығулардан, тест тапсырмалардан болатын болсын деп жаздым. Одан кейін Enter бастырмасын басқаннан кейін маған жасанды интеллект бірер секундтан кейін код жаза бастайды. Бұл кодты генерациялағаннан кейін маған кәдімгідей браузерге айналатындай дайын сайт жасап береді. Бұл сайтта теориялық бөлімі болады, практикалық бөлімі болады, тест түрінде де жаттығулар ретінде қолдануға болады. Осындай сайттарды қолдану кез келген пәнге болады, кез келген пәнге қолдануға болады, және де қашықтан оқытуға, онлайн оқытуға көп септігін тигізеді. Келесі Elaborate тереңдету кезеңінде осы Canva жасанды интеллект функциясында мен сәйкестендіру ойынын жасап шығардым. Бұл жерде оң жақ бөлігі мен сол жақ бөлігіндегі сөздерді анықтамалармен сәйкестендіру ойыны арқылы балалардың шығармашылығы бекітіледі, жазылым мен айтылым дағдылары дамиды. Ең соңында Evaluate бағалау, яғни кері байланыс, рефлексия. Рефлексияны да осы Canva-дағы жасанды интеллект функциясын қолдануға болады. Бұл жерде жасанды интеллектінің Canva-дағы промпт жазамыз. Маған осы кері байланыс құрастырып бер, 3 топқа бөліп, бірінші топ мысалы түсіндім, екінші топ сұрақтарым бар, үшінші топ сұрақтарым жоқ деген сияқты 3 топқа бөліп, және де бұл жерде бір ерекшелігі әр баланың атын да жазуға болады, кейін оны есеп ретінде шығаруға болады. Қай бала қалай жауап берді деген сияқты. Қорытындылай келе, бүгінгі жұмысымның нәтижесінде мұғалімдер 5E моделін қазақ тілі сабағында Canva платформасындағы жасанды интеллект функциясын пайдаланып, ойындармен тиімді байланыстыруды меңгеріп, оқушылардың танымдық белсенділігін арттыруға бағытталған заманауи әдістерді қолдануға дайын болады.